Ұйымдастырылған оқу қызметі мүсіндеу. Оқу қызметінің тақырыбы не деген ғажап кесе. Балақайлар, дәстүрлі қазақ қоғамында ыдыс-аяқтардың бәрі ағаштан жасалған. Қолөнер шеберлері ыдыс-аяқтарды ағаштан жасап, ұлттық ою-өрнекпен сәндеген. Мынау тостаған іші терең қымыз бен шұбат ішуге арналған. Ожау ұзын сапты ағаштан жасалған. Торсық теріден жасалған сүт тағамдарын сақтауға арналған ыдыс. Астау ет тартуға арналған ағаштан жасалған табақ. Ертеде қарияларымыз ағаш тостақтан тамақ ішкен, қазақ ыдыста да ырыс бар деп бекер айтпаған. Фарфор ыдыстар қолданысқа кейін кірген. Кесе ыдыс, кесенің беті ашық, дөңгелек етіп жасалады. Кесе фарфордан ғана жасалып, сыртына түрлі ою-өрнектер салынады. Балақайлар, әліппе альбомдарындағы мына суретке қара, өзіме таныс қазақтың тұрмыстық бұйымдарын ата. Кесені сәндеу үшін ұлттық ою-өрнектерді таңда. Бұл қошқар мүйіз оюы, құс қанат оюы, қаз мойын оюы. Балақайлар, жұмыстың орындалу ретімен таныс болыңдар. Ермек сазды домалақтап, одан кейін оны жалпақтаймыз. Ермек саздан үзіп алып, ұзыншалап созамыз. Оны жалпақ ермек саздың шетіне жапсырып, айналдыра отырып, кесенің пішінін шығарамыз. Кесенің іші сыртын тегістейміз. Жапсыру тәсілінің көмегімен безендіреміз. Ермек саздан азырақ үзіп алып, жіңішкелеп созамыз. Оны кескішпен кесіп, сопақша, ромб немесе шаршы пішінін жасаймыз. Одан өрнек саламыз. Дайын болған өрнектерді кесеге жапсырамыз. Міне ғажап кесеміз дайын болды. Жұмысты орындап болған соң өз жұмысыңа баға бер. Жұмысыңа көңілің толса, қалпақты жасыл түспен боя. Жұмыс істеу кезінде қиналсаң, қызыл түспен боя. Балақайлар, жұмыс орныңды жинап, қолыңды қағаз майлықпен сүртіп, жылы сумен жууды ұмытпаңдар. Сонымен балақайлар, бүгін кесе жасап, оны ұлттық ою-өрнектермен сәндеп үйрендіңдер. Жасаған жұмыстарыңды суретке түсіріп, маған жіберуді ұмытпаңдар. Оқу қызметі аяқталды, сау болыңдар.